Достар, сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет, іші толықтай піскен, өзі үлпілдек, құймақ, яғни оладьи рецебімен бөлісемін. Менің айтқан кеңестерімнің барлығын тыңдап, дәл мен айтқандай жасайтын болсаңыздар, сізде бір жасағаннан-ақ осындай керемет құймақ болып шығады. Ал бастайық. Алдымен ыдысқа бір жұмыртқа және қант салып, екеуін қант толықтай ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық май құйып, тұз қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Артынша жылы айран құямыз. Айранымыз міндетті түрде жылу болу керек. Тағы да араластырамыз. Осы жерде бірінші лайфхак: ұнның барлығын бірден қоспаймыз, достар. Аз-аздап қосу керек. Себебі ұн әркімде әртүрлі. Яғни біз қамырдың қоюлығына қарап, ұнның өлшемін қадағалаймыз. Соңында біздің қамыр қою қаймақ секілді болу керек. Мінекей сол кезде құймақтарымыз әдемі болып шығады. Мінекей достар, мен сізге жақыннан көрсетейін. Қамыр осындай қою қаймақ секілді болу керек, және де венчиктан оңай түсу керек. Енді екінші лайфхак: дайын қамырға бір шай қасық ас содасын қосамыз. Уксуспен араластырмаймыз, себебі сода айранмен екеуі бірге қосылып реакция береді. Енді үшінші лайфхак: дайын қамырды шамамен 10-20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің құймақтарымыз үлпілдек болып шығады. Енді төртінші лайфхак: табамызды алдымен қатты отта қыздырып болғаннан кейін ғана сұйық май құямыз. Ал енді орташа отта құймақтарымызды пісіреміз. Мінекей осылай бір ас қасықтан саламыз және қақпағын жауып 3-4 минут пісіреміз. Енді достар, келесі лайфхак: құймақтарымыздың бетінде осындай көпіршіктер пайда болған кезде құймақтарымызды аударып, екінші жағын шамамен 1-2 минут пісіреміз. Мінекей құймақтар дайын. Міндетті түрде менің барлық лайфхактарымды қолданып, осылай пісіріп көріңіздер. Достар, менің каналыма өз қолдауларыңызды көрсетіп, лайк, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліңіздер. Баршаларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.